Бәріңізге белгілі болғандай, футболшылардың бос уақыты көп болады. Одан бөлек олардың көп ақшалары да бар. Сол себептен футболшылардың көбісі сән әлеміне қызығушылық танытатыны айқын. Алайда олардың арасынан бірнешеуін басқалардан ерекше атап айтуға болады. Осы видеода сіздер қазіргі таңдағы топ 5 ең сәнқой футболшылар тізімімен танысатын боласыздар. Олардың орналасу реті олардың қаншалықты стильде екенін білдірмейді. Эктор Белерин өз қанатында 100 км/сағат жылдамдықпен жүгіріп қана қоймай, ол ағылшын премьер-лигасына және әлемде моданың синониміне айналды. Арсеналдың қорғаушысы өте батыл киім үлгілерін киеді. Жібек шалбардан бастап мынандай киімге дейін. Оның кейбір киім үлгілері сізге жақпағанымен, оның стильге және модаға деген құштарлығын атамай кету мүмкін емес. Эктор өзін жан-жақты көрсеткісі келетін қарапайым жас жігіт. Пол Погба. Сіз оның шаш үлгісі туралы не ойлайсыз, оған бәрібір. Сіз оның айнаның алдында көп уақыт өткізеді деген ойларыңызды Погба пысқырмайды да. Ол Францияның жаттығуларына үйде жүретін аяқ киіммен келеді. Оған футбол жанкүйерлерінің оның гол құттықтау билерін жек көретініне бәрібір. Оның өз смайлигі бар. Погба пысық, крутой. Біз онымен ештеңе істей алмаймыз. Серхио Рамос. Сіз оның алаңдағы ойыны туралы не ойласаңыз да, оның сәнқой екені талқыланбайды. Атап кетейік, Рамос жас кезінде сәнқой болмайтын, ұзын шаш және таза қырылған кезі қорғаушыға жараспайтын. Бірақ оның алаңдағы ойыны қалай жақсарғанымен, солай оның стилі де өзгере бастады. Мына фотода ол ұшақтан түсіп баратқан сәті. Ол тері, тон, көзілдірік және сөмке, таза мафияның боссы сияқты. Лерой Сане. Манчестер Ситидің вингері, алаң ішінде де сыртында да сәнқой болғанды ұнататын жігіттердің бірі. Сондай таланттың және таңқаларлық шаштың егері бола тұра неге болмасын. Оның соңғы сән үлгісі үлкен ақ жүнді Баленсиага кеудешесі. Оған біреулер қастанық жасап бояп тастаған сияқты көрінеді, бірақ Леройдың үстінде ол керемет көрінеді. Басқа біреу осыны кисе осылай болмайтын шығар. Саненің сондай бір қабілеті бар, бірақ әр түрлі түсті баулар 9 жасар баланың ісіне ұқсайды. Вильфред Заha. Тағы бір керемет таланты вингер Заha. Оның фэшнға деген құмарлығы күшті. Оның Long Live атты өз киім бренді де бар. Заha өзінің фэшн стилін стильді жалқаулық деп атайды. Және сіз оның Instagram аккаунтын көріп шықсаңыз, оған көз жеткізесіз. Міне оның худи мен күртеше комбинациясы. Бұл Вильфред Zaha. Достар, конкурс туралы ұмытпаңыздар. Қазіргі таңға дейін тек 5 адам барлық шарттарды дұрыс орындады. Google форманы толтыру маңызды. Қайталап айтамын. Ал оны толтырғандар жарайсыңдар. Уақыт аз қалды. Сау болыңыздар.